енді көңіліңіз ашық, ешкімнің көңілін қалдырмайтын азаматсыз. Шынымен халықтың алтын ұлысыз, алтын ағасыз қазір. Мен енді шыдай былай ән жаза беруге құмар емеспін. Бар болса аямаймын. Қалтамда бар болса, қолымда бар болса, үйімде бар болса, мен енді бәрін жайып саламын. Енді сіз мысал үшін екі нәрсені қатар алып жүрген азаматсыз. Ондай азаматтар мысал үшін кемде-кем кезігеді. Сол домбырамды шертіп, әнімді салып, сол халықтың сол ыстық ықыласына бөленіп жүргенім сол дұрыс-ау деймін. Сіз қашан депутат боласыз, сіз қашан әкім боласыз, немесе министр боласыз дейді. Күліп алды, аға деді, домбыраңды шертіп жүре берсеңші, мынаның бәрін мен бүгін жауып тастаймын деді. Бітті. Сіз бүгіннен бастап тазасыз. Бірақ бұдан былай бизнеске жоламаңыз. Өмір болғаннан кейін әртүрлі адам бар ғой, бес саусақ бірдей емес. Кешіретіндері көп. Жүректің ерінде қалып қоятын, кешірмейтін бір кезеңдер болады екен. Керемет атағы болса да, көп жерде мысалы үшін қаржылық қиыншылық көріп жүрген азаматтар бар. Бір күн сұрадым, аға, сіздің қандай бизнесіңіз бар дедім. Ой, Алтошқа, менің авторитет деген бизнесім бар деді. Сол айтқаны менің қалтам бос болған емес. Бұлай Құдайдың берген бағы шығар. Қасымдағы жүрген кейбір студенттерді мен бағатым. Өзі нені бастағамыз ғой. Өздеріңіз сияқты ағаларымызбен анда-сонда бір ашық әңгімелесек депші. Бұл енді бір журналистің сұхбат емес. Сұхбат қойып жаңағы ана жерде неге бүйттіңіз, мына жерде неге сөйттіңіз деген сияқты емес. Өзімнің жалпы өмірдегі ұстанымдарымды, мысалы үшін принциптерді, құндылықтарды ескере отырып, сондай нәрсені ағалардан сұрап, соны болашақтағы өмірдегі өзіміздің ұстанымдарымызды өзгертеміз ба деген сияқты нәрседе. Енді тарихта кейін болашақта қалатын нәрсе ғой. Соны жаңағы мынау көбінесе қоятын сұрақтар түсініп тұр ғой сіздерге. Қай әніңізді жақсы көресіз, қашан бастадыңыз, қандай онды. Дейді ғой. Оның бәрі өмірге қалай едіңіз, ұстазыңыз кім, шәкірттеріңіз кім еді? Енді мен ондай сұрақ қойғым келмейді, себебі ол енді ол сұрақтарға өмір бойы жауап берушісі ғой, Алтынбек аға. Енді мынау 2020 жылдан бастап мынау қазір басқа бір әлемде басқа бір кезеңде өмір сүріп жатырмыз ғой. Пандемия деген сөз күнделікті қолданатын сөз болып шықты мысалы үшін. Тығылып жасайтын кішігірім бір жиналыстарда, қуаныштарда пандемия бітсін деген сияқты мысалы үшін тілектер көп айтылады. Енді халықтың тілеуі ол негізінде. Менің ойымша былай қазіргі уақытта қарасақ, не бітеді, не бітеді, локдаун деп жүрген кезде бұл қазіргі адамзаттың өмір сүретін бір жаңа бір кезеңі сияқты басталған сияқты. Осы кезең басталған кезде, мысалы үшін мен байқағаным, қаншама ғасырлардан бері бізде қалыптасып қалған өзіміздің ұлттық құндылықтарымыз бар, жанұялық құндылықтарымыз бар. Осы уақытқа дейін жаңағы отбасыға көңіл бөлу, достарға деген қарым-қатынас, немесе мысалы үшін жақын жуықтарға деген қарым-қатынас, өнерге деген қарым-қатынасты белгілі бір сезімде қалыптасқан құндылық бар деп жүргенбіз. Бірақ та былтыр алғаш рет карантинге түсіп қалған кезде, үйде отырып қалған кезде, көп адам мысалы үшін сол айтып жүрген заттардың шынайы бізге мысалы үшін бағалы, шынайы бізге керек зат па, зат емес пе екенін тағы да бір ойланып қалдық та. Сонымен өзіңіздің осы былтырғы уақыттан бері мынау әртүрлі локдаун, карантин, пандемия деп жүрген кездегі өзіңіздің өміріңіздегі бір құндылықтар, бір ойлар, бір бағалы заттар өзгерді ме? Адам ретінде. Енді ер басына күн туса деген бір қазақты мақалы бар. Енді Құдай басқа жаңа қиыншылық бір кезең болатын болса, енді ілер жоқ, елмен бірге, халықпен бірге төзуге тура келеді. Былтыр енді әдеп осы пандемия 19-шы деп қояды ғой, былтыр 20-шы жылдың басында басталған кезде-ақ сабыр елдің бәрі тіптен қорқыныш, үрей дегендер көбейіп кетті ғой. Мен былтыр сол 4-ші айда өзім бәйбішемді, баламды, ұлымды, келінімді алып қаладан шығып кеттім. Шыққанда қашып кеткен жоқпын. Енді қаладан шығып, өзімнің атауғаныс еліме, жұртыма барып, мына кішкене аурудан, және үйдегі өзім балаларым, қыздарым, мен енді кішкене мінезім жеңілдеу кішкене, шапқылап жүрген жақсы көрем. Той-томалақ, енді болса да, болмаса да, шерден қалмайым, шапқылап жүрем. Сауылдан шығып кетіп, сол өзімнің туған елім, Меркі ауданы ғой. Өзіңнің жаңағы сенің Ақсуатың сияқты, менде Меркі ауданы мен үшін өте ыстық. Қызылсай соның ішінде. Қызылсай деген ауыл, кішкентай 70 үйлі ауыл.
сол Қызылсайдың ар жағында бір інілерімнің бір демалыс орны бар. Сол жерге барып тура бір ай жаттым. Қыздарым жолама Алматыға, жолама дейді. Бірақ ішім ашығанда енді мына халықтың қамын ойлап, елдің жағдайын ойлап, сол кезде талай-талай енді көпе-көріне мына өнердің бір азаматтары дүниеден кете барды, қоштасып. Енді жүрегіміз қатты ауырды, шынын айту керек, қатты ауырды. Енді өзгешілік деп мен айта алмаймын, енді өзгешілік аса болған жоқ, бірақ халықпен бірге жаным әбден қиналды менің. Күнде теледидарға қарап, ақпарат хабарларға қарап әйтеуір еламан болса екен, ертерек кетсе екен. Кейбіреу қуандырды, ойып, мына шілде айында мына ыстықтан қорқады екен, кетіп қалады екен. Онда да сендім мен. Біреулер айтады, ойбай шілдеде қоймады, енді мынау қысты күні қояды екен. Қыста да қоймады. Қайтеміз енді Алматыға әйтеуір елмен көппен бір күн ұлы той деп әйтеуір осы уақытқа шешіліп келдік, бірақ өкінішке орай бір мектеп ашам ба деймін, ол ашылмай қалды. Енді қайтып ашамыз енді. Ол мектебім тұрып қалды. Басқа да өнер азаматтары тіптен енді өз нәпақасы ғой, күнделікті жеп жүрген. Той томалақ, концерт қою керек. Енді оның бәрі енді өздерінің тіршілігіне, өмір сүруіне байланысты ғой. Концерттердің бәрі қойылмай, онлайн концерт дегендер шықты. Ол не ол? Бір бөлмеге жауып қояттағы, ондай өзім мен енді ұжымның басшысы болғаннан кейін менің қарамағымда белгілі Розырымбаева, Мақпал Жүнісова, Бағдат Сәмединова, Айжан сияқты басқа да енді азаматтар бар ғой, солардың бәріне жаңа жабық онлайн концерт қойдық. Енді Құдай солай басымызға күн туғызғаннан кейін сондай сөйтіп концерт қоюға тура келді. Сондай әңгіме мен енді елден ұзақ алысқа шауып, немесе бұғып қалатын жағдайым болған жоқ. Өзімде кішкене жанұямменен жаңағы бәледен кішкене ауырғандай болдым. Бірақ дәрігерлердің арқасы шығар. Бір 20-25 күн үйден шықпай жатып, қазір Құдайға шүкір, әйтеуір мына бүткіл әлем мойындап жатқан жаңағы вакцинаны салдырдым. Екеуінде үйдегі бала-шағама да сал деп әйтеуір соларға салдыруға тырысып жатырмын. Енді сол мысалы үшін қарапайым өзіміз қазақ деген тойды жақсы көретін халықпыз ғой. Сол біреулер той жақсы деді, біреулер той жаман деді. Осы пандемияның алдында бір тренд пайда болған болатын. Әншілердің, өнер адамдардың арасында да, қарапайым халықтың арасында да той деген бір ысырапшылық деп жүрдік. Сондай бір талас тартыспен жүрдік. Енді қазіргі уақытта той жасамасын деген кезде тығылып той жасап, одан кейін жаңағы мобильді топқа түсіп қалып, талай неше түрлі қызықтар болып жатыр. Көріп отырмыз. Сонда енді бір енді қолда барды алтынның қадірі жоқ деп бір қадір қасиетін бар нәрсені түсінбей қаламыз да. Содан кейін емін-еркін жүрген сәтімізді де аңсап кеттік қой. Тығылып қалып жатқан кезде. Сондай мысалы үшін сонда осы уақытқа дейін сол нәрселердің қадір қасиетін, құндылығын түсінбей жүрген сәтіміз болды ғой. Ал енді Алтынбек аға, сонда мысалы үшін сіздердің енді шығармашылыққа деген бір муза, бір сәттер болады. Ал мынау осындай жаңағыдай өзіңіз қысылып жатқан кезде, пандемия сәтіндегі бір шығармашылыққа өзгерісін тигізіп, немесе бір мұңлы түрдегі бір әуендер, сондай нәрселер келген жоқ па ойыңызға? Енді мен енді Дулат аз жазам. Мен өте аз жазам. Енді менің әріптестерім бар, інілерім бар, қарындастарым бар. Аттарын енді атамаймын ешқайсысын. Енді мысалы осы пандемия кезінде осыдан 3 ай бұрын бір ініміз звондады. Тағы да атын атамаймын. Белгілі әндері бар. Кәдімгі халық артистері орындаған 1-2 әндері бар. Сол айтты, аға, мына пандемия кезінде 100-ден астам ән жазып тастаппын. Не істеймін үйде құр жата берген деді. Қазір енді 40 дайын, сөздерінде тексті бәрін дайындап қойдым. Ал бір бұрынғы телефонымда 70 ән жоғалып кетті. Мен айттым, қарағым, масқара ғой, мына бір жылда 100 ән жазу деген бұл саған ойыншық па, ән жазу. Мысалы, енді мінекей әлемге әйгілі Абай атамыздың бір 5 әні бар. Міне бүгінгі кешегі өтіп кеткен мынау Шәмші Қалдаяқов, Ескендір Хасанғалиев кешегі өтіп кеткен. Нұрғиса Тілендиев ағаларымыздың бір 15-20 әні. Қазір халықтың құлағында жүрген. Бір жылда 100 ән жазсаң масқарасын ғой сен. Кішкене ренжігендей болды. Сол айтпақшы, мен енді шірей былай ән жаза беруге құмар емеспін. Баяғыда өзің есіңде ме Ақсуат туралы сенің енді аяулы сенің әкең, өзімнің досым Тұрсын Ақсақал. Ал тек осы Ақсуат туралы ән жаз дегенде мен Ақсуат әнін 6-7 ай жаздым. Оның өзінде әлі де арыз емес, бір кейбір тетіктер бітпей қалған сияқты. Сол сияқты осы мына енді соңғы бір жылда мына Жетісу деген жердің жәннат дейді ғой. Бәріміз осы Жетісудың әйтеуір қазір нанын жеп суын ішіп отырмыз ғой. Өзім де Жетісудың жігітісің.
жетісу туралы бір ән дайындап жатырмын қазір. Ол жасырмаймын, бірақ ол мұңды емес. Кәдімгі халқымыздың байлығы, көркі, әдемі көлі, таза мөлдір бұлағы, жаңа шелектей алмасы, теректей жуасы дейді. Соларда айтылатын бір ән, бірақ әлі біткен жоқ. Ол енді қазір құпия. Алла қаласа осы 2 жылда сол жетісу жердің жәннат деген әнді бітіріп халыққа ұсынса, мен өзімді бақытты санаймын. Керемет. Ғасыға күтеміз. Сіздің әндеріңіз ерекше ғой, әркімнің аузында жүретін әндер. Шынымен де 1 жылда 100 ән жазу деген енді масқара ғой, масқара. Иә. Ол енді мына теледидардан хабарламаны көрсе өзі іші біледі оның кім екенін. Тағы бір әңгіме айтып кетейін. Осыдан 3 жыл бұрын мына Жамбыл облысында үлкен бір конкурс болды. Тілендиев жөнінен. 3 номинация. Күйші, мұнығы дирижерлау ғой деймін, әнші. Иә. Содан белгілі бір әнші қарындасымыз бар, Жамбылдық өзі. Мен жюридің төрағасымын, отырып аға деді, кейінгі ән жазатын шығардым. Ойбай айналайын, құтты болсын, сен енді әнші едің. Құтты болсын, мен енді өзім 50 жыл жетекшілік қызметте келе жатырмын. Менде қызғаныш, жұлдыз ауру деген болған жоқ. Жақсы болып, қандай әндерім болды. Аға бүгін таңертең 3 ән жазып тастадым деді. Қайтадан айтшы деді. Бүгін таңертең сағат 7-те тұрдым да 3 ән жазып тастадым деді. Екеуі Мұқағалидың сөзі деді. Үндеген жоқпын, қарағым ай, енді абайлаш, ән жазу ойыншық емес саған дедім де қойдым. Сол айтпақшы, ән жазу ойыншық емес, дулат. Жаңағы нағыз халық сүйетін, нағыз жүректен шыққан, нағыз таланттың туындылары асықпай келеді ғой. Асықпай келеді, 9 ай толғағын жеткізіп, оның ырғағын келтіріп, мен бірінші рет әнді алғаш рет өзім үйде апаңа естіртем. Ол кісі дәрігер мамандығы. Одан кейін ұлым естіртем. Енді ұлым консерваториялық мамандығы бар, өзі заңгер. Сол екеуі қалай қарайды екен деймін сол. Бірінші кредиттер сол. Бірінші енді оған сын жоқ қой енді. Ешкім олар мені сынамайды ғой. Содан кейін дұрыс екен дейді. Ой, мынау онша емес десе бітіп қоя қоямын сол жерде. Дұрыс. Сізден сұрайын деп отырған нәрселердің бірі, мысалы үшін соңғы уақытта мен мынандай нәрсені байқаймын да, енді өздеріңіз халықтың алдында шынымен де мынау жеке тұлғаның қалай дамып, қалай өзінің істеп жүрген ісінен ләззат алып, халықтың сүйкімдісі болып, одан кейін халыққа шынайы қызмет етіп жүргенге эталон ретіндегі азаматсыздар. Бірақ енді кейбір сәтте біздің қазіргі таңда халықтың түсінбеушілігі ма, өз басым бір соған қазір алаңдаймын. Өз басыма, мысалы үшін, кейбір азаматтар қазіргі таңда келеді де, сіз қашан депутат боласыз, сіз қашан әкім боласыз, немесе министр боласыз дейді. Сонда қазіргі таңдағы халықтың ойында жүрген жаңағы адамның шарықтау шегі, жеткен жетістігі сол мемлекеттік қызметтің төңірегінде болса, яғни ол деген жаңағы өмірдегі барлық қолынан келген затын істейді деген сияқты пікір қалыптасқан. Абай атамыздың да кезінде айтқан, кезінде істеген билікке барып болыстықтан қайдан кетіп қалғандағы сәттері Абайды бүкіл халыққа шығармашылығымен танытты ғой. Сонда осы нәрсеге қалай, мысалы үшін, енді сіз де оған алаңдайтын шығарсыз, халықтың осы қазіргі таңдағы ойлау қабілеті мен менталитетіне осы нәрселерді қалай ойлайсыз, қалай жеткізу керек деп, мысалы үшін, әрбір жеке тұлға дамып өзінің үлгісімен көрсетуіміз керек пе, әлде осындай жеткен жетістегі адамдармен насихатты күшейту керек пе, ол бір мемлекеттік идеология болу керек пе, қалай істеген дұрыс деп ойлайсыз? Енді менің ойым, анау орыстың мақалы бар, бір қандай солдат генерал болғысы келмейді дейді. Әрине әркім өзін жоғары санайды, әркім өзін жақсы көреді. Ол заңдылық. Ол нашар болсын, жақсы болсын, мәселе онда емес, әркім өзін жақсы көреді. Мен осы ешкімнен кем емес, мен жоғарыда тұруым керек, мен неге жоғарыламаймын? Өзің айтпақшы, мен неге депутат болмаймын деген әңгімелер болады. Мен кішкентай қысқа әңгіме айтып кетейін. Осыдан 30 жыл бұрын Алматыға мен көшіп келіп жатқан кезім, біздің Мерке ауданының әкімі, енді атын атамай қояйын, маған үйге звондады. Алтынбек аға, сіз енді біздің елден шыққан, біздің ортадан шыққан үлкен азаматсыз, жетекшілік жұмыста көп жұмыс жасап келесіз, шығармашылық жұмысыңыз өзінше, бүткіл қазақ сізді мойындады. Сізді біздің осы аймақтан, регион дейді ғой, біздің аймақтан сол жоғарғы кеңеске депутат ұсынса қалай қарайсыз деді. Мен ойладым, мен оны ойланбаппын дедім. Шынында ойланбаппын. Мен шығармашылық жұмысы жүрген адаммын, бірақ менің алдымда бір азаматтар, енді оның атын атауға қажет жоқ.
депутатқа барып депутат болып жүргендер болды, бірақ қиратып жатқан шамалы енді олардың да. Содан қоймен ақылдасайын деп ол кезде Асанбай Асқарович енді қазақтың нағыз енді бір азаматы ғой, енді бүткіл қазақтың маңдай терінің бүткіл ғұмырын қазақтың өсуіне, өнуіне, қазақтың шаруашылығына арнаған адам, Қазақстанның еңбек ері, Обайқұстың көрмеген ағамның көрмегені жоқ, соттаптар жіберді. Ресейдің жаңағы ол кездегі жаңағы Қызыл партияның бір өтірік жылалар жауып сотталып келді 5 жыл. Соғаға бардым, үйіме көршіп, бардым дағы осылай деп отыр ауданның әкімдері. Сіз қалай қарайсыз деп, ол кісі енді ақылды адам ғой. Ай қарағым деді, жасың қанша деді, 42 дедім дедім. Сен жұмыс істейтін екенсің ғой, мына халқыңа жұмыс істе. Барсаң бар. Егер де ауданның әкімі қолдап отырса, барсаң бар. Қазір мына избиркомның жаңағы басшысы, бастық болып отқан Қаратай Тұрысов деген ағаң ғой. Деді, менің көзімше Қаратай звондады, Қаратай ағаға. Қаратай, сен деп сөйлесе береді екен екеуі. Саған қазір Қоразбай Алтынбектің танисың ба? Ойбай танимын деп отыр. Сол қазір келеді. Енді уақыт болды ғой, соны сен қолда жібер. Ана құжаттарын басқасын тірке. Менің атыма келеді деді. Содан Алматыдан да әлі Астанаға көшкен жоқпыз. Жаңа орталық жаңағы партия комитетінің үлкен зданиясы болды ғой кәдімгі. Сол жерде екінші этажда екен. Қаратайға кірдім, амандасып, ой, сары бала отыр деп, сәлем беріп, шайын беріп. Одан кейін сен қалайды, осындағы ауданның әкімі звондады, қашан звондады? Осыдан 3 күн бұрын деді. Соған ойланып Асанбай ағамен ақылдасып бізге келіп отқаным ғой деп күлді. Сен Шерхан Мұртазаны танисың ба деді. Неге танымаймын? Онда Шерхан Мұртаз ағаммен түсесің. Екеуің таласасыңдар бір орынға. Ол да сенің ауданыңнан кеше ғана тіркеліп кетті деді. Мен шалқаман үстінде айттым, аға, бітті. Мен депутаттығым да, менің карьерім де бүгін сіздің кабинеттен қалсын. Мына шай ішіп алайық, шай ішіп те шығып кеттім. Өнен кейін ондай неге жолаған емеспін. Сол айтқандай, енді әркім өзінің пұшпаған делген дұрыс болады. Мысалы, сен бизнесменсің, сен бизнесіңді алға қойып, соның жаңағы тәтті жерлерін халқыңа өзіңе ұсынып білем ғой, сен тірлігің бәрін, не істеген тірліктерің бәрін өзім араласып жүрмін ғой, сенмен жақсы. Мысалы, биыл жылдың басында Семейден ашқан сенің мешіттің енді кеңес дәуірінде бүткіл облыс сондай мешіт саламайтын. Сен енді жаңғыз өзің сол мешітті салғыздың. Бәрімізді сояқ алып бардың. Сен елдің алдында батасын алдың. Ол шақымда ғана менің бір досым қайтыс болды, мына пандемиядан өзім студент кезімізден бір өскенде соның асына барып қайттым. Әкімі қарсы алды, сол кездегі әкім. Қарсы алып, ана мешіттен түнде өтіп баратсақ, енді керемет енді. Ой, алыстан қол бұлғайды. Мен мешіт, мына мешіт Семейдің бір жүрегі сияқты лүпілдеп тұр. Сол айтқанда әркім өзінің пұшпағын елеген дұрыс. Сол айтқанда мен сол домбырамды шертіп, әнімді салып, сол халықтың сол ыстық ықыласына бөленіп жүргенім сол дұрыс ау деймін. Ал басқа салада депутат болып немесе мен бизнеске барғым келді. Онда қызғанғым айтайын енді. Мынау 92 жылы Алматыға келдім, елдің бәрі таниды. Әркім келеді, туысқаным келеді, жиенім келеді, нағашым келеді. Осы жердегі бір аты бар өнердің жігіттері, оны тағы да атын атауға болмайды. Анау алып берші, кредит алып берші. Алып берем барамын. Банкирге кіріп барам. Ой, жүрейді 6-2 қапсыз қой. Сөйтіп, өзімнің бір алтын домбыра деген фирмам бар еді. Сол арқылы бір 2 жігітке сол дүкен ақша беріп жібердім. Ауқымды ақша енді. Осы қазіргі жобаменен енді бір 200-300 миллион шығар енді, одан да көп шығарды. Соны бердім, аяқ жағы қиын болып баратыр. 93 болды, 94, ақша қайтпайды. Аналарды бәрі қисық кетті. Косяк дей ма? Косяк кетіп қалған өте қиын жағдай болып жатыр. Күндердің күнінде Сауат Мыңбаев, онда осы жерде жаңағы бір екі банкі бірігіп, соның банкының төрағасы Сауат Мыңбаев. Мен ол жігіт танымаймын. Сол шақырып жатыр деді. Онда мына қалта телефон жоқ, мына ұялы телефон. Бардым, жаңа орталық площадь екен. Отырды, маған қарады, саламатсыз ба аға, жақсы. Күліп алды. Аға деді, мен әкемде, шешемде, әкпемде, апамда дедім, сізді өте жақсы көреді деді. Мен қалсында өзіңіз дедім. Аға, өзім де жақсы көремін сізді. Аға, мына жерде кішкене қисық кетіп қапсыз. Мына жерде әжептәуір ақша, мына ақшаның бәрі қайтпай жатыр екен. Бұл айына мынандай қайтып отыр екен. Өзінің тілімен айтып жатыр да. Мен айтып айналайын үсті, мен енді ақкөңіл адам елдің бәріне сарылдап, дарылдап алып беріп, әйтеуір өзім осындай жағдайға ұшырап қалдым. Қазір шашым ағарып барады, содан деп күліп алды. Аға деді, домбыраңды шертеп жүре берсеңші,
ал мынаның бәрін мен бүгін жауып тастаймын деді. Бітті, сіз бүгіннен бастап тазасыз, бірақ бұдан былай бизнеске жоламаңызшы деді. Міне Сауат інім қазір ауырып қалды, айналайын, мың рахмет оған. Сөйтіп менің ана қарызым бәрін жауып, содан кейін бизнес дегенді ұмыттым мен. Сол айтқандай домбырамды арқалап жүрмін, Құдайға шүкір, жағдайым жаман емес. Енді кәсіпкер болғаннан кейін кәсіппен айланысып көрдіңіз бе деп ағалардың бәрінен сұраймыз ғой. Сол сұраққа алдын ала жауап берсе. Жоқ. Кәсібің жолы болсын, сендірсіңдер соны. Жаңа қазақстандар. Әркім өзінің қолынан келетін нәрсемен айналысу керек. Айтып отырмын ғой. Ал енді тағы да сол енді ақыл сұрап сөйлесіп отырған сәтім ғой Алтынбек аға сізбен. Енді көңіліңіз ашық, ешкімнің көңілін қалдырмайтын азаматсыз. Шынымен халықтың алтын ұлысыз, алтын ағасыз, қазір көп адамдардың енді алтын атасы болып жүрсіз. Осы мысалы үшін енді белгілі бір деңгейге қол жеткен адамдардан сол сұрайтын, хабарласа қалса бір өзіне пайдалы нәрсе іздейтін, өкінішке орай адамдар бар, жандар бар. Сондайлардан бір қорғаныш бірдеңке тәсілдеріңіз бар ма? Олармен қалай өзіңіздің позицияңызды қалай қалыптастырасыз? Енді мен Дулат бар болса аямаймын. Қалтамда бар болса, қолымда бар болса, үйімде бар болса, мен енді бәрін жайып салам. Тағы да бір қысқа әңгіме айта кетейін. Менің жүрегім өте нәзік, өйткені мен шығармашыл адаммын. Осыдан бір 20 жыл бұрын Сарыағашта демалып жаттым. 20 жыл ма екен, 18 жыл ма екен, 20 болып қалды. Содан машина майын ауыстыра қояйын деп, бір май ауыстыратын жерге келдім. Жас бала бір 15-те ары кетті, 14-те майды ауыстырып, асықпайды, көп сөйлемейді, бәрін бітірді, бір әдемі открытка қағаз алып келіп, Алтынбек аға маған қолхат беріңізші деп сөйтті. Жайып жарайды айналайын. Атың кім еді? Атым Алтынбек деді. Неге сенің атың Алтынбек? Мен әкем марқұм деді, марқұм деп. Шешем екеуі сонау жаңағы север облыстарында, солтүстік облыстарда сол жақта жұмыста екен. Қызметте болды, мен жұмысын білмеймін қадайсыз. Сол жүрген сіздің шешем екі қабат екен, сіздің концертіңіз болып концертке барады. Сол концертке барып, концерттен келгеннен кейін мен туыппын дейді. Содан әкем мына Алтынбектің атынан қоямыз, Алтынбек болсын деп, жаңа менің атымды Алтынбек деп қойыпты. Өзім оған жігіт сондай екен. Оның көз содан не керек? Анан қолғат бердім дағы. Сен енді 14-15-тесің, сабаққа деп сөйтем, аға мен жұмыс істемеймін деді. Неге? Үйде кішкентай сәбиенім бар. Шешем жұмыс істемейді. Соларды асырауым керек қой. Айтам, егер жалданып қазір үшіден кешке шейін бірдеме табамын, сонымен семьямды асырап отырмын. Сабақты қойдым. 8 ба 9 сыныпты қойып кетті жаңа бала. Жаным, жүрегім тулап кетті. Мен айттым, қарағым, сен шешеңді табайықшы, жүр. Мәшінең мінгіз барып үйіне бардық. Үйіне барсақ, сап-сары екі бала. Сөйтсе енді, бұл енді өмір ғой, тағдыр. Әкесі қайтыс болғаннан кейін қайтадан Сарыағаш еліне көшіп келмей ма? Көшіп келгеннен кейін шешесі бір 3-4 жылдан кейін тұрмысқа шығады. 3-4 жыл ма, 5-6 ма еді. Ана Алтынбек 14 кеп қалғанда ғой енді. Жаңағы тұрмысқа шыққан енді ол татар екен, жігіт екі бала, біреуі 2-де, біреуі 4-те қойды. Сап-сары енді татар. Енді ол татары қарап жүрмін, онда мен шаруам жоқ. Содан мен айттым, қой қарағым, сен мынауың болмайды, мен саған көмектесейін. Сен 9 сыныптың документі бар ма? Бар. Содан Орыбайдап Шымкентке бардым. Шымкенттің басшыларына барып едім, Сарыағаштың әкіміне звондады. Ол кезде Нұр Отан деп қоятын, Нұр Отанның жаңағы орынбасар басшысы менің өз досым, құрдасым еді. Сол жаңа әкімге звондады. Осындай Қоразбаев келеді саған, көмектес. Содан зытып отырып әкімге бардым. Сарыағаш ауданына. Қайтадан қайтып келдім. Сол жерде жүрмін өзім. Мен ана балаға жаным ашып жүр ғой. Және сол кезде сол жерде мынау кооперативный үлкен бір колледж бар болатын. Оның директоры менің досым. Соған бардым. Мына баланы сен заочно аласың, оқуға. Оқуға аласың, жаңағы уақытысында келіп тұрады, экзамен тапсырады. Барлық қаражат менен. Ешқандай бұдан ештеңе сұрамайсың. Ойбай Алтеке жарайды деп жатыр жаңа. Содан әкімге бардым, сөйтем Алтеке деді, қазір бере қоятын. Үй жоқ екен. Бере қоятын үй жоқ, бірақ бір 10 сотық жер тауып берейін деді. Соған да Құдайға тәубе дедім. Оған ана баланы шешесіне табыстап, жаңағы енді ана оқуға түсірдім. Содан жаңағы 10 сотық жерді аналар енді алады ғой бәрін. Заңды өздерін алады. Ана бала өсіп келе жатыр. 16-та келді, 17-18-де, 19 келгенде бұл бала ана техникумда бітті. Бітті дағы өзі енді үйінде майдаушы ағалары бар, енді біреулер тіршіліктерін әйтеуір жасап, енді қой бордақылап сатамыз, сондай бірдемелері бар. Сөйтіп үйленді, тойына бардым. Тойына барып, содан қазір 3 баласы бар, осыдан 3 жыл бұрын 3-ші баласы ғой деймін. Менен звондап сұрайды, ол туды ата дейді, мен атын кім қояйық? Атын Еламан деп қой дедім. Қазір Еламан өсіп келе жатыр қазір. Енді Сарыағашқа барған сайын, және мамасын, шешесін
Сарыағаштың әкім емес, санаторийдің директорына кіріп, сол кездегі директорына. Сөрге мамасын жұмысы кіргіздім. Әлі жағдайлар жақсы болып, ана 10 сотық жер үй салып алған жаңа бала. Енді олар тірлік істейді ғой деп, 10 сотық үй салып алған. Ал енді мен барсам, биыл бала шағамен жаңа келінім, апаң бәріміз бардық. Жаны қалмайды, тамақтарын көтеріп, жатқан жерімізге келіп. Сол менің жүрегім жұмсақ, ол жалғыз ол емес. Мысалы осы менің енді атақты қазір тау жарып тұрған мына шәкірттердің бәрін өзім жетектеп жүріп өсірдім ғой. Өзім жетектеп жүріп, солардың әйтеуір жаңағы неме дейді, оларды енді Құдайдың берген таланттары ғой. Ол жоқ жерден суырып алған жоқпын. Ол әкесінің күші, анасының сүт дейді. Олар да маған риза. Сойытпақшы Дулат жаңағы жетім көрсең жебей жүр дейді. Бұлақ көрсең көзін аш дейді. Осы қазақтың осы ұлы мақалы, осы мен ұстанамын әр уақытта. Әлі күнге шейін мысалы өзімнің ұжымда енді 45 жылдай директор болдым. Бір адамды заңсыз жұмыстан шығарып, не оған қиянат жасап, не сен анаусың, сен мынаусың деп көзіне қарап қатты сөз айтқан емес. Менің өзім принципім бар. Бәрі мені түсінеді, әртістердің бар. Мен Бағдат Сәмединовдан қарындасым бар. Алтынбек ағаның алдында бірде мені теріс жасау немесе нарушать ету өте қиын дейді. Алтынбек аға сөйлемей қойды, бітті дейді, өзіңді жеркіріп кетсіз дейді. Сол сияқты ма? Иә. Айғайлай берген басшыдан үндемеген басшының әрдайым шоқтығы биік тұрады ғой. Алтынбек аға мысалы үшін енді өмір болғаннан кейін әртүрлі адам бар ғой, бес саусақ бірдей емес. Мысалы үшін өмірде өзіңізді бір қатты ренжіткен адамдарды барлығын кешірдіңіз ба, әлде кешірмеген адамдар болды ма? Ой алла, енді кешіретіндері көп. Жүректің ерінде қалып қоятын, кешірмейтін бір кезеңдер болады екен. Енді өздеріңіз естіген шығарсыздар, 10 жыл бұрын менің артымнан шам алып түсті ғой. Бұрынғы тағы да атын атамай қойған Союз композитордың төрайымы. Енді ол енді қызғаншақтың қызыл атына мініп алып, жаңағы көре алмаушылық қой. Жаңыз мен емес, маған Бекболат екеумізге қатты тиісті. Не істеймін? Сотқа берді, сотқа бардым, сүйретіліп. Аудандық соттан жеңдім. Қалалық соттан жеңдім, жоғарғы соттан жеңдім. Қалды бәрі. Балақтан жаңағы тістеген бірдеме ұқсап. Бәрі қалды. Қалай кешіресің оны? Қалай кешіресің? Нафақтан прям жоқ жерден бұл мынандай деп мені шығарып, бірақ енді халықтың алдында, елдің алдында арым таза. Мен сондайларды кешіре алмайсың. Енді бірақ кешіргенде не істейсің, кешірмеген не істейсің. Ал енді басқа майда шүйде анау жаңа отбасы шаққасы бір ренжіткен бірдеме болса, мен оны сол кезде кешіріп кетемін. Маған керегі де жоқ, ауылда мысалы неше түрлі әңгімелер шығады ғой. Осындай екен, мындай екен болды. Еш уақытта мен оны елең қылмаймын. Жас та келіп қалды ғой. Қазір енді тек қана достасу керек, бауырыңа тарту керек, бауыр іздеу керек қазір. Сондай заман қазір. Дұрыс аға. Енді кешірген адам негізінде енді өзі жеңілдеп, өзі жақсарып қалады деп сондай принципті ұстап көреміз. Бірақ та енді адам болғаннан кейін пенде болған оның өзі оңай емес, иә? Оңай емес қой. Енді өмірдің өзі күрес қой жатқан. Бір жағынан жаңағы мақтап атса, бір жағынан біреулер даттап көре алмай жатады. Сол жаман. Біздің мына қазақтың ең жаман жері қызғаншақтың қызыл ит деді ғой. Ол емес, өнер емес саласы. Өздері сіздердің мына бизнестің ортасында да сондай болады. Қызғанады. Барлық жерде сондай. Иә, қызғанады. Ол да сол жаңағы жұлдыз ауруында мысалы тек қана әртістер ауырмайды. Бизнесмендер де ауырады. Кейбіреулер танауын көтеріп, енді сенен ондай мінез байқаған жоқпын, сәлем беруге жарамай қалады. Жаңағы. Иә. Енді бір тағы да көп сұрайтын нәрселерім, енді өзіме қызық, өзімнің жаңағы толғантатын сұрақтардың бірі азаматтардың арасындағы достық, бала күннен келе жатқан достық болады. Кейіннен пайда болған, мысалы үшін еңбек жолындағы әріптестер дос болады, иә. Себебі жаңағы ойлары, ішкі жан дүниесі жақын болғаннан кейін, одан кейін мысалы үшін достардың бір-бірімен қатар болуы да мысалы үшін міндетті емес екеніне қазір әбден көзім жетіп жүрді негізінде. Мысалы үшін аға дос болуы мүмкін екен, іні дос болуы мүмкін екен. Сондайдың бәрі енді қазір 40-қа жақындағаннан кейін енді ақырын түсініп келе жатқан сәтіміз бар. Сіздің мысалы үшін өзіңіздің досым жоқ деген адам өзі достық үшін күреспеген, достыққа өзінің үлесін қоспаған адам түсінемін. Жалпы достық туралы өзіңіздің ойыңызды, содан кейін өмірдегі достарыңыздың аттарын атап айтып бересіз? Әдемі сұрақ. Енді тарихи болған оқиғаның ізімен айта берейін. Осыдан 5 жыл бұрын сол қыс айларында ауылда бір 4 құрдасым бар, бір ауылда тұрады. Негізі енді 10-15 едік азайып баратыр енді. Табиғаттың енді заңы ғой, өмірдің заңы. Соның 4-еуіне звондадым.
Осы алдымызда келе жатқан маусым шілде айларында дайын болыңдар. Паспорттарың болсын, көк паспорт. Мен сендерді өзімнің есебімнен сендерді көктен шығармайсыңдар. Мына Турцияда Анталия деген үлкен бір демалыс жағажай бар. Сол жерге апарып сендерді демалтам. Төртеуін айттым. Біреу айтты, Алтынбек, менің биыл сен сол Анталияға апараңыз сол болсын, немеремді оқуға түсіріп берші деді. Мен ректор ме едім саған? Енді бір оқуға мектепте. Оқуға түсіріп мен бара алмаймын, мен паспортым жоқ деді. Біреу. Үшеуі десін берді, жарайды деді. Бірге оққанбыз бәріміз. Бірге сыныптас, интернатта бірге оқып. Жаңа жалаң аяқ жалаң бас, жаңағы Қызылсай ауылында ол кезде шешелеріміз, сен ол заманды көрген жоқсың, туфлиді кигізбейтін. Мына мамыр айынан бастап, маусым айынан бастап, мамыр айынан туфли кигізбейтін. Оны мектеп барғанда киесің. Жалаң аяқ қой бағатымыз. Қойдың артынан мына каникул кезінде, мысалы осы 3 ай болады ғой каникул. Мен сол тауға кетем әкеммен. Ердіміз жалақ-жалақ қоп, жаңа шашымыз өсіп, енді құрттап биттеп деп айтуға да болады. Биттеп те кететіміз. Сондай заман еді ғой. Сол балалар жаңағы кәдімгі жаңағы кішкентай кезімізде жаңағы топырақ болып араласып кеткен балалар ғой, үшеуін. Екеуі сол үшеуі дайын болды. Үшеуін самолетқа салып алдымдағы сол көк паспорттарын алдын ала тіркеп, путевкасын алып Анталияға апардым. Анталияда сол 10 күн демалдық. Енді барған кезде әңгімелер көп, енді оны айтудың қажеті жоқ. Өте риза болды. Кетуге 2 күн қалғанда Балтабай деген досым, интернатта бір оқығанбыз, самолетқа, ұшаққа бірінші рет мініпті. Ой, рахаттанып жүр, қиқындай бастады. Әбден малдың ішінде мал бағып нетіп қалған. Алтеке, Нұрлан балаң дейді, кіші баласы ғой, малға жалқаулап өтсе, ол деп үлкен бала неғып кетті. Өз 11 баласы бар. Әйелі алтын белгісі бар. 9 баласы бар. Немерелер шөбересі бар. Айпыр-ай, сол Нұрлан малға қалай қарады екен. Кеткізге жүрді 7-8 күннен кейін. Мейтіме Балта дедім, сен Балтабай аты. Бұл сен тыңда деді. Мына билетті путевканы алып берген менің демеушілерім деді, спонсорларым. Кеше звондады. Тағы да 5 күнге созып жатыр деп. Білмеймін деді. Онда Сәбираға өзіңіз звондаш деді. Бірақ дейді, жанға бір жайлары жақсы жер екен деп қояды жаңағы. Сойтқандай, сондай достарым бар. Онан кейін 2 жылдан кейін барлық 70 келе бастады. Осыдан 3 жыл бұрын ғой, 70. Бәрі қатарымыз. 6 ай соғыстан кейін пытырлатып, Алла тағала өзі, мына біздің Қызылсайда бір 70 үй бар. Пытырлатып соғыстан кейін ол балалар туды ғой. Сол бірақ қыз болды Әтіркүл деген. Басқасын бәрі ол. Жаңа енді көбісі айтып отырмын, кетіп қалды. Қазір жоқ. Солардың 70 жылдығына біреуі жасай алды. Бір-екеуінің тойына бардым. Біреуінің жағдайы жоқ. Содан өзім ошақтан жиналып, Алматының алдына хабарласып, Меркенің ар жағында Көккөл деген үлкен бір демалыс орны бар. Ішінде жататын жері бар, тамақ істейтін жері, жаңағы судың бойы, боз үй, қазақ үй тігіліп қойған. Олармен хабарласып, жаңа 7 құрдасым жинадым. Бәрі бірге оққан. Үйден 70 жылдықта киген бір 70 шапан бар, соның бір 10 шақсын алып алдым шапан, әдемі шапандар. Соны апарып жаңағы жерге бәріне сол жерде сурет көт, жаңа шапандарды кигізіп, аздаған конверт беріп қолдарына. Бір қойды сүйір сойдырып, қуырда қандайым-дайын жаңағы әңгімені дарылдағанда енді қызық болды. Мынаның ішінде бар барлығы. Әбден қызық болды. Оның суретке түскен суретті бірден жаңағы қаз шопырым жіберіп, Меркеден бір портрет рамаға салып тұр әкеп. Бәрі үйінілік болған жаңа, жете отыр, шапан киіп алған бейіп жаңа. Сондай әңгіме, мен құрдастарымды еш уақыт ұмытпаймын. Олар барған кезде баяқсы ең соңғы демей-ақ қояйын, енді бір ешкісін демесе бір торпағын аты барады, Алтынбек келді, мен досым келді деп. Анаған барып, анаған бармай қалсаң қызғанады бір-біріне. Ол рас нәрсе енді. Құдайға шүкір, мен достарыммен ешқандай күдер үзген емеспін, достарыммен әр уақытта байланыстымын. Олар звондамай сөзін звондаймын. Қалайсың, жағдайың қалай? Әйелдер де бәрі риза отырды, Алтекең дәу басымен, үлкен басымен бізге звондап жатыр. Рахмет деп. Ол жақында тәуелсіздік тарландары деген үлкен бір кинофильм түсірді мен жөнінен. Берді, Абай арнадан берді. Сонда ауылға бара жатқан құрдастарым тағы да жинап, көкпар жасап, бір 40 атты адамдар келіп көкпар жасап, жаңа үлкен от шашу, жаңа костер жағып. Соны төңірегінде құрдастарым отырғаным бәрін теледидардан көрсетті. Сол айтқандай достарды мен еш уақыт ұмытпаймын. Бала кезгі достар өте тәтті. 1-2 сағат отырсаң,
бүткіл миың демалып, бала кездегі бір жаңағы әңгімелерімізді айтып рахаттанып қаламын. Айтпақшы, дос, сен енді 40-тасың ғой қазір. Дос жинау білесің, енді сенің қолынан келеді. Дос жинаған жақсы. Енді ол мысалы үшін енді біздің де басымызда бар, бізді интернетте оқытып Алматыда. Сонда мен байқаймын, сол оқыған, интернетте бірге оқыған достарымыздың бәрін басымыз қосқан кезде әр күн сайын жолықтық, күн сайын айтатын әңгімеміз бір болды. Бір болған бала кезде қасында сен қайталап айтасың, қайталап айта бересің. Сондай апта сайын жолықсаң да, ай сайын жолықсаң да сол бір нәрселер қайталанып айтылады. Бір жаңадан естіген сияқты мәз болып отырасың. Енді сізді тыңдап шынымен де қуанып отырмын. Ол жаңағы адамдардың басын қосатын, достық сезіндіретін арасында бір инициатор болу керек сияқты. Сол достыққа құрмет ететін, бас иетін, тағзым жасайтын, соның арқасында басқа азаматтардың да жаңағы достыққа деген өзінің жүрегі өзгеріп, достық не екенін сезіне бастайды. Енді негізгі енді ойдың бәрі осы сіздің өмірдегі алған тәжірибеңізден азаматтықты қалыптастыруға байланысты ақыл кеңес сұрау ғой. Мысалы үшін енді мынау жалпы сіздердің шығармашылықтарыңызды бәрібір де мысалы үшін үлкен қажырлы еңбек керек бірдеңкені бастау үшін. Сонда мысалы үшін мынау шығармашылығыңызды дамытуға байланысты немесе өмірдегі абыройыңызды дамытуға байланысты ұстанған өзіңіздің принциптеріңізді біразын айтып кеттіңіз. Достыққа адалдығыңызды, жаңағыдай көбін кешіре салатыныңызды, мынау шығармашылық демей-ақ мысалы үшін еңбекке байланысты бір принциптеріңіз бар ма? Нәтижені жетуге дейінгі мысалы үшін ұстанған. Жоқ, ұстамдылық болу керек қой. Мен өз анау протоколмен жүрем көбінесе. 3 ай, 4 ай алдын ала жоспарлап қоямын. Мысалы, бір айдан кейін мен міндетті түрде мысалы жаңағы Шығыс Қазақстан облысы Ақсуат ауданында бір 10 концерт қоюым керек. Күздігін анда баруым керек. Жазда ана жаққа баруым керек. Жұмыс бабын айтып отырмын. Немесе бір жаңа бағдарлама жасау керек. Биыл мінекей 60 жылдық келатыр, 50 жылдық келатыр. Мысалы Қазақ концерттің мен 2 үлкен жаңағы торқалы тойын өткіздім. 50 жылдығын өзім таза өзім өткіздім. Онда Роза Бағланов әпкеміз көзі тірі кезі болатын. Сол кісіні қатыстырып тұрып, үлкен бағдарлама жасадық. Ал енді 60 жылдықты осы алдыңғы жылы өткіздік. Былтыр жабық әрине. Онда қазіргі Сейдолла, кім Жеңіс Сейдоллаұлы ғой, біздің генеральный директор, бас директорымыз Алматыда, мен Алматыдағы филиалдың директорымын. Онда жоспарлап алдын ала жаңа кітабын шығару, буклеттер, концерттік бағдарламаны қалай жасау керек, қандай форматта жасау керек, соның бәрі мен өзім мойныма алып, например, осы Алматыдағы өзімнің белгілі үлкен әртістердің бәрін қатыстырып концерт жасадық. Бұның бәрі жоспарлы түрде жасалып отырады. Менің бос кезім тіптен жоқ. Мысалы, жаз айында, мына өткен шілде айында мен Алматыда болған жоқпын. Бір күн болам, қайтадан зу деп Шәлкөдеге кетіп қалам, Шоғансайға кетіп қалам, Алакөлде 12 күн болдым, Бішкекке де бардым. Сусамыр деген жайлау бар баяғы, біздің ата жайлауымыз, қазір Қырғызстанға өтіп кетті. Сол сияқты бәрін жоспарлап отырам. Соның нәтижесі шығар енді жұмысымда. Енді біздің Қазақ концерт ұжымын мен 18 жыл басқардым. Олай сапасы жаман болған жоқ. Еш уақытта айлық ала алмай қалу, немесе бір өсек қысақ әңгіме дегендер болған жоқ. Құдайға шүкір, барлығы да қазір енді ағалап тұрады, алдымнан қи өтпейді барлығы. Мен енді пенсиялық жаста болсам да, министріміз сол республиканың басшылары жібермей отыр. Аға істей беріңіз дейді. Сол қазір Алматы облыстық, Алматы қалалық филиалдың директорымен әлі күнге шейін. Енді сіздің айтып отырғаныңыз Алтынбек аға, заманауи тілмен айтқан кезде тайм менеджмент дейді, уақытты дұрыс бағдарлай алу, оны жоспарлау. Оны мен жоспарлап отырамын. Ол тайм менеджменттің бөлігі болып тұр екен. Керемет. Себебі енді шынымен де уақытын дұрыс бағалай білетін, уақытын дұрыс басқарады. Уақыттың адам құлы дейді ғой, сен уақыттың құлысың дейді. Сол уақыттың біз құлымыз. Уақытты жақсылап пайдаланбасаң, бекер өкініште қаласың деген сияқты ғой. Дұрыс. Сізбен ақылдасып, сіздің ойыңызды білгім келеді. Мысалы үшін өмірде мықты жаңағы талант иелері болады.
ол дәрігер болсын, ол жаңағыдай сазгер болсын, ол ұстаз болсын, иә. Ол бизнесмен болсын, оны қосып қойсайшы. Ол бизнесмен болсын. Жоқ, бизнесменде мысалы үшін бір ерекшелік бар, себебі бизнесмен дегеніміз ол жерде ол міндетті түрде менеджер, жаңағы басқарушы болу керек, иә? Басқару үшін. Ал енді мысалы үшін қараңыз, аурухананың немесе емхананың главврач деп айтамыз ғой, бас дәрігер. Бас дәрігері болады да, көбінесе біз советтік жүйеде сол бас дәрігердің басшылығына үйренгенбіз, мысалы үшін, иә. Бірақ та қазіргі таңдағы бизнеспен тікелей, мысалы үшін, жаңағы ол медицина араласып кетті ғой. Мықты бас дәрігердің қасына, ем беретін қасына бір менеджер керек. Себебі дәрігердің ойы, мысалы үшін, ойы көбінесе ол адамды емдеу, ол жаңағы адамға емдеу кеткен шығынды есептемейді. Оның берген жаңағы антына сай, Гиппократтың антына сай, ол сол адамды емдеу оның жаңағы өмірлік, мысалы үшін, ұстанымы, парызы. Ол қанша дәрігер қанша кетті қарамайды. Оның қасына соны көмектесетін, жалпы оны медицинаны бизнес ретінде қалыптастыратын басқа да бір басқарушы адам болу керек те. Енді сіз мысалы үшін екі нәрсені қатар алып жүрген азаматсыз. Ондай азаматтар мысалы үшін кемде-кем кезігеді. Бір жағынан өнерде де мысалы үшін шығармашылықта да өзінің орны бар, онымен қатар қаншама жетекшілікті, басқарушылықты. Енді осы нәрсені сіздер мысалы үшін бір білімді немесе бір нұсқаулықты ала отырып жасадыңыздар ма, әлде интуитивті, табиғи бір берілген қасиетіне қарастырдыңыз ба? Енді мен осы студент кезімнен, мысалы, Жамбыл облыстық, сонда 16 жастамын, мәдени ағарту училищесіне жүргенде, менің Дәукен деген біздің класс жетекші болды. Училище ғой енді. Сол мені бастық дейтін. Мен старс жаңа деуші. Топты басқарасыз, иә? Жаңа өзімнің группам 30 адам, 4 жыл старсты болдым. Бүгін консерваторияда жаңағы енді халықтық факультет дейді, домбыра, жаңағы онда ән жоқ болатын. Күйші, жаңа қобызшы, баяншы, Сырнайда болған жоқ ол кезде, жаңа прима дейді, бас домбыра. Ол жерде мен комсорг болдым. Комсорг. Ал енді оқуды біте салып Жамбыл облысына барған кезде, онда партияның заманы, жаңа Алатау деген әнби ансамблі енді құрылып жатыр екен. Сол кезде мен енді училищеге келген жап-жас 24-тегі жігітпін, 25-тегі. Мен анаған барыңыз деп директор. Директорлар айтады ғой, директорлар обком партиядан. Анау жақсы өнерпаз жас жігіттерді Алатауға жіберді. Соң барып бір 2 рет қатысқаннан кейін-ақ бірден қазір көзі тірі, өзіміздің аяулы әпкеміз, Ғайдекен Бибатырова әпкем шақырып алды да, қарағым, сен қашан біттің? Әпкем, мен биыл бітіріп келдім консерваторияны. Өзім домбырамен ән айтады екенсің, айтып жатыр жігіттер, мақтап жатыр. Сен осы ансамбльге директор болсаң қалай болады деді. Мен жоқ апай, болмаймын дедім. Неге болмайсың? Менің ол кезде арманым дирижер болу. Мен сол жаңа училищенің қабырғасынан, немесе облыстың қабырғасынан жақсылап тұрып бір 50-60 адамды халық аспаптар, ол аспаптар оркестрі ұйымдастырып дирижер болу саған. Болсаң мен айтамын, ол қашпайды, қарағым деді. Сен қаяқта тұрасың? Мен жалдап квартирада тұрамын. Қанша балаң бар? 2 балам бар деп сөйттім. Онда бір бала, екінші бала екіқабат, енді екіқабат болатын. Қазір Рүстем деген балам. Опырайды, бүйтіп тартпасын арттыдық, енді ол символичный ғой. Егер де директорлыққа көнсең, мына кілт сенікі, үйің жоқ екен ғой, 2 бөлмелі үй. Мына Киев деген көшенің аяғынан тұрасың, бірінші қабат деп сөйтті. Өйткені мынау ансамбльдің бір әншісі Шымкентке ауысып кетіп жатыр, соның кейін соны саған беремін деп сөйтті. Жоқ апай деп, жоқ деп кетіп қалдым. Қайненен бір ақылды адам еді, Ділдә, менің әйелім шешесі ғой. Осың мұны айтып берем, аят деген ай балам деді. Апком саған ойыншық емес қой деді. Саған бекерден бекер, оның мәселе кілтінде емес пе, мейлі шешеміз сол кілтке қызықты ма? Қой, бар ертең, қайтадан бар дағы, келісім деп айт деді. Содан қайтадан бардым, жарайды, Ғайнекен Айырхан, мен келісім дедім. Сол бұл енді 74-ші жылдың қыркүйек айы болатын. Содан берген соң жетекші жұмыстамын ғой. Жаңа кілтті берді. Кілтті берген ар жақта қызығын айта кетейін. Ана үй суықтау болды. Содан бажамның 3 бөлмелі үй болсаған, сояқ кетіп қалдым. Ана үйді бір балдыздарыма бере салдым жаңа. Уақытша ғой енді. Бүгін Ғайнекен Айырхан бір күн сұрады. Иә, Алтынбек, ана үйің қалай? 2 бөлмелі үйің. Енді 2 балаң бар. Уже балам дүниеге келген. 2 бала бар. Саған сендерге жететін шығар деп, жоқ апай, үйір тұрмаймын мен деді. Қаяқ тұрасың? Мен бажам қызметке көшіп кетіп еді, басқа жаққа, соның 3 бөлмелі үйде отыр, ана суық болды. Деді, үндеген жоқ, ақылды кісі ғой, Ғайнекен әпке.
Содан Қызылорда облысына гастрольге кетіп қалдық. 30 адам қарамағымда, ән-би ансамблі. Содан қайтып келсек, обком шақырып отыр, ойладым, бірден бүлдіріп қойдық, не концерт дұрыс болмай қалды ма? Соң келді дағы, Алтынбек, жолың болатын бала екенсің. Саған 4 бөлмелі үй орталықтан беретін болды деді. Неге апай дедім, 4 бөлме керек жоқ маған. Маған 3 бөлме керек. Қазір апам 85-ге келді, қызық қып айтады. Өзі прям әртісі айтады. Жоқ апай, жоқ апай. Маған 3 бөлме жетеді деп. Ей бала деді. Қазаққа 3 бөлме де 4 бөлме де аз. Сол 4 бөлмелі үй берді ғой. Bunu gördünüz mü? Сол 75 жылдары, иә? 75 жылы 4 бөлмелі үйді. Аны 2 бөлмеден кейін 4 бөлмелі үйді бірден берді. Орталықта, Тараз қаласының қақ ортасында. Одан кейін оны тағай бастады, Құдайға шүкір әйтеуір. Атымыз бар, абыройымыз бар. Алтынбек аға, бұл негізінде өзім бұл сұрақты сізге қойып отқан себебім, басқа бұны көретін, осы сұхбатты көретін адамдарға бір үлгі болсын ба деп ойлаймын да. Енді сіздермен таныс болғаннан бері, жалпы өнер адамдарымен араласқаннан бері, өнер адамдарының көбін қазіргі өзіміз қатарлас, өзімізден жас азаматтармен араласамыз ғой. Енді шын айтқан кезде Алтынбек аға өзіңіз, мысалы үшін, өз қолыңыз, өзіңізге аузыңызға жеткен мүмкіншілігіңіз де бар, жағдайыңыз да бар, ешкімге жалтақтаған азамат емессіз, Құдайға шүкір. Соны қарап, мысалы үшін, барлық өнер адамдары да, мысалы үшін, сондай болса деген ниет болады да. Енді өкінішке орай, мысалы үшін, ешкімнің атын атауы қажет жоқ. Керемет атағы болса да, көп жерде, мысалы үшін, қаржылық қиыншылық көріп жүрген азаматтар бар. Оны шындық қой өмірде. Ол енді мен түсінемін. Ол өзінің қаржысын, өзіне түскен бір гонорарларды, басқа бір мүмкіншіліктер дұрыс қолдана алмай қалған азаматтар онда өмірде. Ол мәселе өнер адам емес, басқа да салада да бар ол. Қанша қаржы тапқанмен де оны дұрыстап ұқсата алмайтын азаматтар бар да. Енді осыған байланысты өзіңіздің бір принциптеріңіз бар ма, әлде бұл да бір интуитивті түрде жасалатын нәрсе? Бұл енді Құдайға шүкір кімді болады. Мен студент кезімде қалтам теңгесі болған емес. Ол кезде рубль деуші еді ғой, ақша. Стипендия алатынмын. 3-4 курста жоғарғы жаңағы стипендия алдым. Өнеге Құрманғазы оркестрінде 1-ші курста конкурс арқылы өтіп, Құрманғазы оркестрінің домбырашысы болдым. 70 теңге беретін. 70 теңге деген әжептәуір ақша. Стипендия 35 теңге. Бүгін ауылға барамын ғой. Туған ағам бар, туған әкпем бар, туған жездем бар. Әкемнің інілері бар. Барып енді ол кезде кішкене ұят жоқтау болады аздап. Сәлем беруге келдік дейміз ғой. Әсіресе Мадияр деген атам бар еді, әкемнің туған інісі. Енді ақшаны кім жоқ көреді? Біледі, мен сол бірдеме беру керек. Отырады, түсінбегенсіп. Шынаркүл жейшем. Әй Мадияр, мына бала келдім, саған сәлем бердім деді ғой. Енді сәлемін алдық қой, нағыл дейсің енді дейді жаңа. Енді оқуына кетіп барды, бірден бермейсің. Солай ма еді? Жарайды деп жаңа бір 10 теңге жібер. Әкпем болды. Жаңғыз әкпем ғой, енді үлкен кісі. Соған барам, әкпем ақырын жаңағы жездем көзінше бір. Немесе 20 теңге де ақша көзде. 20 теңге береді, жездем былай шығырды. Қанша берді әкпем дейді. 20 теңге, сен әкпем қатты. Мәтағы 20 дейді. Ол кездегі 25 сомдықтар ғой, Бой масқара 25 сомдық көрмейсің ол. Көрмейсіз бе? Түсті көресің. 1 сомдық, 3 сомдық, 5 сомдық. Соны кішкентай ақша болады мынандай. Рубль ғой, рубль. Сол айтқаны менің қалтам бос болған емес. Бұлай Құдайдың берген бағы шығар. Қасымдағы жүрген кейбір студенттерді мен бағатым керек болса. Киімді беретінмін, солардың тамағын алып беретінмін, стипендия алған кезде берші дейді жаңа, 1-2 теңге беріп қоятынмын. Сөйтіп Құдайға шүкір бүгінге шейін. Мен өзімнің достарыма, інілеріме соларға айтамын, балалар, қалталарың бос болмасын. Қалталарыңда бір 1000 теңге болса жүрсінші. Бос қалта деген болмайды ол. Ол ырымы жаман деп айтамын. Сол айтқандай Құдайға тәубе, қалтам босаған емес. Өнеге кейін мынау атағым шығып, абыройым көтеріліп, шоу-бизнеске кіріп кеткен кезде менен бай адам болған жоқ. Өте бақуатты болдым мен. Анау кассаға ақшаны үйдік 90-шы жылдар. Бірақ өкінішке орай, инфляция болған кезде бәрінбай миллион ақша жинағым ғой, 3 килограмм әпесін ағаным есімен кетпейді. Түкі жарамай қалды ғой. Ал енді ауылымнан 94-ші жылы қиын заманда мешіт салдым. Қаракемпір апамызға ескерткіш құрғыздым. Кәдімгі лицензия алып, осы Алматыға келіп, кәдімгі конкурсқа қатысып, Болат Досжанов деген азамат өмірден өтіп кетті. Марқұм керемет талантты кісі. Мына Астанадағы Абай атамыз бар ғой, бүйтіп тұрған. Орталық площадь, есік площадьтағы. Соның авторы Қаракемпір апамның
ескерткішін 94 жылы өзімнің біреуден бір тиын ағам жоқ бұны, соны істеттім. Ал 2004 жылы ауылға 70 үйлі ауыл, енді бизнесмен емессің ғой, сенің бизнесменсің. Сен анау Семейдегі мешіттің айтып отырмын ғой, бір облыстың бюджетінен келетін ақша. Кішкентай ғана мешіт салып бердім, әп-әдемі. 70 үйлі адамға жарайды, елдің бәрі риза, мешіт салып бердім. Мінекей сол айтқандай Дулат, осы естіп отқан мына өз інілеріме, бауырларыма айтамын, қалталарың бос болмасын. Ақшаны ақша тартады. Қалтада ақша жүрген жақсы, теңге ақша жүрген жақсы. Мен ешкімнен алақанын жайып, ештеңе сұраған емеспін, Құдайға шүкір. Әйтеуір өзімнің жаңағы гонорарым, концерттен түскен ақшам, жасыратын ештеңе жоқ. Кейбірді той томалаққа да барып қоямыз, шақырады ғой енді. Ол кезде де шапаның деп конверт беріп жатады. Асанәлі Әшімов деген ағамыз бар. Енді әлемге әйгілі. Бір күн сұрады маға, сіздің қандай бизнесіңіз бар дедім. Ой, Алтошка, менің авторитет деген бизнесім бар деді. Сол айтқандай, Дулат, менің де авторитет деген бизнесім бар қазір. Енді өзім мектеп салдым, білесің, өзіңді көмектестің. Мен сұраған жоқпын, өзің аға мынау. Қаланың әкімі көмектесті. Тағы да бір азаматтар, біреу стадион соғып берді. Ананың ішінде біреу партасını, біреу компьютер алып беріп жатыр. Енді рахмет, мінекей авторитет бизнес деген осы. Дұрыс. Алтынбек ағаңды жаңа уақытты бағалайтыныңызды білем ғой, сондықтан да өзіңіздің де алтын уақытыңызды көп ала бермейік. Бір жақсы әңгіме болды. Рахмет сізге. Уақытыңызды бөлгеніңізге бұл енді тарихтағы керемет күндердің бірі деп өз басым санаймын. Енді ыңғайы келсе, сізді домбырасыз, әуенсіз елестету мүмкін емес. Бір әнмен аяқтасақ осы әңгіме сұхбатымыз қалай қарайсыз? Бір қандай Ақсуатта әнді Сәулежан жақсы орындайды менен гөрі. Оның оған аппаратура керек. Жопарысы аңқыған, туған жерді сағындым, ән мен жыры шалқыған, думан делді сағындым. Қуышып қаз қонған көлдеріңді сағындым, тайға мініп мәз болған белдеріңді сағындым. Sağındım. Жазиралы гүл бақты, даламды кең сағындым, аяулы да ардақты, анамды мен сағындым. Сезімді, аруларды сағындым, бәрінен де өзімді сағынғанды сағындым. Sağınğandı sağındım, sağınğandı sağındım.
рахмет аға.